Баяғыда бір ғалым айтқан екен, егер адам дегенді түсінсе ренжімейтін еді деп ше. Егер адам деген мағынаны түсінсе, ол ренжімейтін еді деп. Бұл не мағына? Жігіттер, біз өзімізді бірдесен біреуге бауырымызға жасаймыз ғой. Көп жағдайда есеппен жасайды екенбіз ғой. Соның есеппен жасағаннан кейін сенің есебің келмей қалады ғой. Ол саған қайтармайды ғой сенің есебің бойынша ше. Біз ренжиді екенбіз да. Неге ол үйтеді? Біз мысалы өштеміз ғой. Айтасыздар ма? Мысалы үйде отқанда, әйелімен шүйіркелесіп отқанда да, қарашы, өткенде жақсы кезде не еді, енді қазір бізде қиындық болып отқанда жоқ болып кетті деп, есептесу да. То есть менің айтпағым, біз қандай да бір амал жасайтын болсақ, жігіттер постоянно ойымызда есеппен жасауға тырысады екенбіз да. Біз мәселен біреу маған бастық па, біреу звондап қалса да, мынаны жасап бере салайын, ертең керек қой дейміз. Әйтеуір бір керек қой тұрады да. Есепшілміз. Есеппен болғаннан кейін ол есебің ертең шықпай ма? Сен оған көмектесіп, енді сен үміттен жүрсің ғой, ертең ол маған көмектеседі, иншалла деп. Көмектеспей қалса, сен біз не істейміз? Ренжиміз. Жауапкершілігі аз, анау деп. Негізі кінә о кісіде бар шығар, жауапкершілігі. Бірақ кінә бізде де бар. Біз когда оған бір нәрсе жасаған кезде немен жасаймыз, жігіттер? Есеппен. Жасама сен есеппен.